Мына суретті көрмеген адам жоқ шығар. Бірнеше жыл бұрын интернетте хит болған еді. Бұл блогердің лақабаты Сахар Табар. Инстаграмда 486 мың оқырманы бар болатын. Ел аузында оны Анджелина Джолидің зомби нұсқасы деп атап кеткен. Тіпті Қалыңдықтың мәйіті мультфильмінің бас кейіпкеріне ұқсатып жатты. Ол осындай күйге жету үшін 50-ден астам пластикалық ота жасапты. Ал салмағын 40 килограммға түсірген. Бірақ мұның бәрі өтірік болып шықты. Шын аты жөні Фатима Хишванд. 22 жастағы ирандық бойжеткен. Инстаграмдағы суреттерінің бәрі макияж бен фотошоптың нәтижесі. Аты әлемге танылып кеткен соң, ол ирандық құзырлы органдардың назарына түседі. Сөйтіп 2020 жылы жастарға азғындықты дәріптеп қана қоймай, хиджаб кимеген үшін айыпталып, 10 жылға сотталып кетеді. Бірақ бір жылдан кейін рақымшылыққа ілініп, бостандыққа шығады. Сөйтіп жергілікті телеарнаға шынайы жүзімен сұхбат беріп, халықтан кешірім сұраған. Ал 500 мыңға жуық оқырманы бар Инстаграм парақшасын жойып тастайды. Оның қазіргі өмірі жайлы ақпарат мүлдем жоқ. Ешқандай әлжелі жүргізбейді. Байқұсты әбден қорқытып тастаған сияқты. Солай. Осы қыздың зомби суреттерін көріп сенгендер бар ма? Мысалы, мен сенгем.